Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы 114 сабақ. Бүгінгі сабақта 42 жаттығудан 45 жаттығуға дейін бірге орындайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз көмектеріңізді беріңіздер. Сабақтың тақырыбы етістікті қайталау. Бізде дара және күрделі етістіктерді анықтауды үйренемін. Тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырамын. Дерек көздерден қажетті мәліметті табамын деген мақсатпен жұмыс жасайтын боламыз. 42-ші жаттығу бізде жазылымға берілген тапсырма, мәтінді қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Бұл жерде көк түспен жазылып тұрған сөйлемдер қатесін түзеп жазған сөйлемдер. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Дара етістіктердің астынсыз дейді. Бұл жердегі дара етістіктер орындалды, ұшты деген сөздер дара етістіктер болып табылады. Ендеше бізде сәуір айында ғарышкерлер күні дейміз. Алғаш міне ғарышқа ұшқан Юрий Гагарин екен. Ғарышқа ұшу адамдардың арманы болған екен. Ендеше арманымыз орындалып, Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан екен. Келесі жаттығуға қарайық. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер: 1991 жыл, 2 қазан, тұңғыш рет, Байқоңыр, ғарышкер, Тоқтар Әубәкіров, ғарыш айлағы, ұшты, әйгілі болды. Қазақстан ғарышкерлері туралы дерек көздерден біліп ал дейді. Бұл жерде мынадай әңгіме құрастырдық. 1991 жылы 2 қазанда тұңғыш рет Байқоңыр ғарыш айлағынан Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Осыдан кейін Тоқтар Әубәкіров әйгілі ғарышкер болды. Яғни осы ғарышкеріміз біздің ғарышқа ұшқан барлық жерге әйгілі болып аты шыққан екен. Қазақстан ғарышкерлері туралы тағы да басқа ғарышкерлеріміз бар біздің: Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Солар туралы біздер дерек көздерден біліп алуымызға болады. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 27 шілде 1946 жылы Қарақаралы ауданы, Қарағанды облысында, Қазақстанның жерінде Қазақстан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры, академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің құрметті профессоры деген атақтары бар екен. Бұл біздегі жаңа мәтінде айтылған Тоқтар Әубәкіров туралы шағын мәлімет, дерек көз. Тағы да ғарышкерлеріміз туралы дерек көздерден білуімізге болады. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев кеңестік және қазақстандық ғарышкер, саяси қайраткер, халық қаһарманы, Ресей Федерациясының батыры, техника ғылымдарының докторы, авиация генерал-лейтенанты, Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы және Қазақстан Республикасының парламенті сенат депутаты міндеттерін атқарған адам екен. Енді 44-ші жаттығуға қарай. 44-ші жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, мақалдарды көшіріп жаз дейді. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады, ақылды білімге тоймайды. Ендеше керекті сөздерді тиісті жеріне біздер қойып шықтық. Яғни жалқаулық адамды аздырып жібереді екен. Адам азып кетеді екен. Бір сөзбен қиналады. Жалқаулықтың ең жаман нәрсесі. Еңбек оздырады. Яғни еңбек ету арқылы сен алға шыға аласың, көріне аласың, жақсы сөздер, жақсы тілектер, жақсы ойларда боласың. Ал жалқау болсаң, онда сен туралы жамандық айтылады. Жалқау, ұйықтайды, ерінеді деген сияқты сөздер сіздерге қатысты айтылатын болады. Ақылды білімге тоймайды. Ақылды білімді алғысы келіп тұрады екен. Білімді үнемі оқып, өз білімін жетілдіріп отырады екен. Яғни жылдан жылға, күннен күнге өзгеріп жатқан мәліметтердің бәрін біліп алуға тырысатын адам екен білімді адам. Келесі жаттығуда шығармашылық үзіліс. 45-ші жаттығу: кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде дейді.
Етістік заттың атын білдіретін сөз табы. Сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды? Балалар аулада ойнап жүр. Дана мен Мирас дойбы ойнап отыр. Мен де ойынға қосылдым. Мәтіндегі етістіктер ойнап жүр, ойнап отыр, қосылдым. Яғни бұл жерде бірінші мәлімет қана қате бізде. Етістік заттың атын білдіретін сөз табы дегенде оған жоқ дейміз. Ал қалған екі мәлімет ол дұрыс, иә дейміз. Бұл жерде заттың атын білдірмейді, заттың қимылын білдіреді, дәлелдейміз. Екінші тапсырмада сұрақтары берілген, етістіктер осы сұрақтарға жауап береді. Ал үшіншіде мәтіндегі етістіктер дұрыс табылған деген дәлелдерді айта алатын боламыз. Құрметті оқырмандар, осымен етістік тақырыбына байланысты тапсырмаларды орындап қайталап шықтық. Сіздерге каналдағы тапсырмалар түсінікті әрі нақты болды деп есептейміз. Каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріп қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.